Сәлем 6 сынып оқушылары. Жаңа тоқсан басталды, жаңа тарауды бастайтын боламыз. Ендеше 5-ші тарау Our Health'ды ашамыз, яғни біздің денсаулық. 56-ші бетті ашамыз, сол бойынша барлық сабақты бірге орындайтын боламыз. Каналды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп қоямыз, балалар. Олай болса сабағымызды бастаймыз. 56-ші бетті ашайықшы, балалар. Бізде тақырып берілген, я, activities in and out of the school, яғни мектептің in ішіндегі және out сыртындағы орындалатын іс-әрекет. So, if you're ready, please look at exercise 1. Match 8 of the words in the box with photos. 1-8 on page 57, then listen and check дейді. Балалар, мынаның ішінде, қорапшаның ішінде сөздер берілген, я. Біз қазір 8 сөйлемді келесі беттегі тест, яғни келесі бетте бізге тест берілген, сол тестке қарап отырып, осы 8 сөздің ішінде суреттер бойынша атауларын айтып шығу керек біз. Мысалға қараймыз, бірінші суретте қарайықшы, балалар, 57-ші бетке қарайық тестке. Бірінші суреттен нені көріп тұрмыз? Біз, яғни спортты көріп тұрмыз, я. Бұл бізде дене шынықтыру. P деп айтамыз. Physical education. P деп айтамыз. Екінші суреттен нені көріп тұрмыз? ICT. Яғни бұл компьютер, я. Бізде ол информатика сабағы. Келесі үшінші Maths. Яғни математика. Төртінші суреттен нені көріп тұрмыз? Chess, шахмат, я? Дұрыс. Келесі 5-ші суреттен біз art, яғни бейнелеу, суретті көріп тұрмыз. Келесі 6-ші суреттен біз science, яғни ғылым, science-ды көріп тұрмыз. Және одан кейінгі суретте geography. Geography бізде география сабағы. Келесі 8-ші драма. Драма ол қойылым. Міне осылай 8 сөзді жазып қоямыз. Next, exercise 2. Do the test your knowledge quiz on page 57. Who got the most answers right? Мына жерде тест берілген, білімді тексеру үшін біз қазір бірге осы тестті орындайтын боламыз, балалар. Ендеше 57-ші бетті ашып қараймыз. Бірінші суретке қараймыз, оқимыз. Team sports are a good way of getting exercise. Which sport is the most popular in British school? Яғни командалық спорт ол өте жақсы спорттың түрі, я. Енді мына спорттардың қайсы түрі Британияда, британдық мектептерде өте танымал дейді. Ол бізде дұрыс жауап A. Футбол болады, балалар. Next, the recommended maximum time you should spend on a computer before taking a break is, бізде бұл жерде ең максималды түрде компьютердің алдында жұмсау керек уақыт, яғни демалыстан кейінгі ол 120 минут. C. 120 minutes. Үшіншісін оқим. Exercising your brain is good for you, for people can make 8 chairs in 2 days. How many chairs can 2 people make in 1 day? Яғни жаттығу жасау миға өте пайдалы, және 8 адам 2 күнде 4 стол жасай алады дейді. Ал сұрақ, 2 адам 1 күнде қанша стол жасай алады дейді. Бізде A жауабы 2. Келесі 4-ші, playing chess is a very good way to exercise the brain. How many does each player have in this game? Яғни бұл жер шахмат туралы. Шахмат өте адамға миына жақсы әсер етеді, және қанша ойыншы бұл ойында ойнай алады дейді. Жауабы C. 32. Келесі 5. Doing art improves your memory and reduces stress. Which color is the most relaxing? Сурет салған өте есте сақтау қабілетін жақсартады, және қайсы түс адамға демалдырып тыныштандырады. Ол бізде жауабы B. Blue. Келесі, we all need fresh air to breathe. What are the main elements in the air we breathe? Яғни таза ауа біздің денемізге өте жақсы, және қай элемент ауаны бізге жақсы алып келеді деген сұрақ қойылған. Бұл жерде B жауап, oxygen and carbon. 7-ші, geographers map where healthy and unhealthy
place are which countries have the best diet. Бұл жерде географиялық карта берілген, ол жерде қай ел, яғни дұрыс тамақтанады, қай ел дұрыс тамақтанбайды, соларды атап өтті деген. Бұл жерде Italy and Spain, Италия мен Испания елі. Және соңғы acting gives you active gives you self-confidence. This statement are in a drama class. What are they studying? B жауабы play by Shakespeare дейді. Оны тесттің жауаптары балдар болса белгілеп. So next, exercise 3. Check the meaning of phrases 1-6. Match other words in exercise 1 with the words in blue. Мына жерде 6 сөздер берілген және қасына көкпен белгіленген сөздер бар. Біз осы көкпен белгіленген сөздерге сәйкес келетін тағы да сөздерді бірінші жаттығудан қосып жазу керекпіз. Бірінші мысал, dance practice, яғни dance be practice үйірме деген мағынада келіп тұр. Осы үйірме деген сөзбен тағы да қандай бірінші жаттығудағы сөздер сәйкес келеді. Мен жазып қойдым тізімін. Мысалға dance practice, basketball practice, music practice, chess practice, football practice деген сөздер келеді. Бұлар бәрі үйірмелер. Екінші history test, тест деген сөзбен келетін сөздер. History, math, science, geography, French, music, ICT test. Осы сөздер келеді. Келесі homework, үй жұмысы. Math, science, history, geography, French, music, ICT, art, homework. Осы сөздер homework, үй жұмысы деген сөзбен келеді. Келесі class деген сөзбен мына сөздер сәйкес келеді. Және 5-ші exam, яғни емтихан деген сөзбен сәйкес келетін сөздер жаздым. 6-ші match, футбол матч, баскетбол матч. Яғни матч деген сөзбен екі сөз сәйкес келеді деген, футбол және баскетбол. Міне 3-ші тапсырманы балалар осылай орындаймыз. Келесі exercise 4. Listen to Alan and Jessica talk about activities. Complete the sentences. What's their favorite day? Яғни бұл жерде тыңдалып болу керек балалар. Алан мен Джессиканың диалогы, яғни жаттығулар туралы айтылып жатқан, және сол жердегі сөздерді біз мына жерге толықтырып жазу керекпіз, яғни олардың сүйікті күні қандай дейді. Мен жауабын жазып кеттім. Қазір қойып оқып шығамын. Бірінші, today is good day for Jessica because she's got drama this afternoon. Екінші, Mr. Parnell gives Alan's class a history test every Monday. Үшінші, Tuesday isn't good day for Alan because he's got 2 maths classes in the morning. Төртінші, on Wednesday afternoon, Alan's got science at 2 o'clock. Бесінші, Alan's got rugby practice after school on Wednesday. Алтыншы, Alan plays rugby matches 3 times a month. Және соңғы 7-ші, Alan classes 4 times a week. Міне осы сөздерді қойып 4-ші тапсырманы жазып аламыз. Ары қарай жалғастырамыз. Exercise 5. Study the key phrases. Find similar phrase in the sentences. In exercise 4. Which words are different in these phrases? Яғни мына жерде key phrases деген сол кілттік сөздер берілген. Кілттік сөздердің мағынасына ұқсас сөздерді біз 4-ші тапсырмадан, яғни тыңдалымнан тауып жазу керекпіз. Мен ұқсас сөздерді жазып кеттім. Қазір оқып шығам балалар. Жақсылап тыңдап аламыз. Once a day. Күніне бір рет. Once a week. Аптасына бір рет, Twice a month. Twice a week. 3 times a week. 3 times a month. At 5 o'clock. At 2 o'clock. Every Tuesday. Every Monday. Friday mornings. On Wednesday afternoons. In the morning. In the evening. Міне осы сөздерді біз 4-ші тапсырмадағы тыңдалымнан тауып жазып шықтық. Балалар жазып аламыз. Жалғастырамыз. Астында 6-ші тапсырмаға қараймыз. Write sentence about your routines and activities using the key phrases. Then interview your partner. What's your favorite day? Яғни бұл жерде төбеде кілттік сөздерді қолдана отырып, жалпы өзің туралы жазып өт деген. Және сыныпта, сыныптасыңмен бірге бір-біріңе сұрақ қойып, диалог құрсаңдар болады деген. Мен қысқаша жазып кеттім. Мысал, өзгертіп жазуға болады балалар. Бірінші, I have got English classes this morning. Екінші, I have got geography exam at 5 o'clock. Соңғысы, I have got basketball matches twice a month. Осылай жазсақ, немесе өзгертсек болады, оқушылар.
Сабағымызды жалғастырып келесі бетті ашамыз. Reading, яғни бұл беттегі тапсырмалардың барлығы оқылымға байланысты. School life, мектептегі өмір. Бұл жерде үлкен бір мәтін берген. My school by Бейбіт Абдуллин тақырыбында, яғни Бейбіт Абдуллиннің менің мектебім, яғни өзінің мектебін таныстыру барысында бізге үлкен 7 параграфтан тұратын мәтін қалдырып кеткен. Енді біз сол бойынша жұмыс жасауымыз керекпіз. Олай болса, бірінші тапсырмаға қараймыз. Exercise 1. What do you know about Білім Innovation Lyceum? How are they different to other school? Яғни бұл жерде пікірталас, сыныпта ауызша жауап береміз. Оқушылар бұл жерде яғни өзіңнің ойың туралы сұраған, сенің ойың инновациялық білім лицейлер туралы не ойлайсың, олардың басқа мектептен айырмашылығы қалай деген тақырыпта мұғаліммен бірге пікірталас болады ауызша. Енді келесі exercise 2. Read about Бейбіт school. Much questions AH with paragraph 1-7. There is one extra question, then listen and check. Бұл жерде 8 сұрақ берілген, бір сұрақ артық. Осы 7 сұрақ мына жерде берілген 7 параграфке байланысты. Біз сұрағына қарай, яғни параграфты оқып отырып, қай сұрақ осы параграфке сәйкес келетінін, осы мәтінге сәйкес келетінін тауып үстіне жазып қою керекпіз. Оқушылар мәтін өте үлкен, оған көп уақыт кетеді, сондықтан мен тек қана жауабы жазып қоям, бірақ міндетті түрде мәтінді өздерің оқып шығыңдар. Бірінші параграфке бізде B сұрағы кетеді. Where do you go to school and what is like сұрағында қамтыған бірінші параграф. Екінші параграф бізде F сұрағы бойынша қамтыған, яғни what languages do you learn? Қандай тілдерді үйренесің деген. Үшінші параграф H сұрағын қамтыған. Ол жерде былай: What days do you go to school? Қай күндері барасың мектепке? Келесі төртінші сұрақ төртінші параграф сұрағын қамтыған. What can you do at school? Мектепте не істей аласың? Және бесінші параграф C сұрағын қамтыған. Do you have any meals at school? Тамақтары туралы. Келесі алтыншы параграф. What's your favorite place in the school? Мектепте қай жер саған қатты ұнайды? Және соңғы 7 параграф яғни do you like your school? Саған жалпы мектебін ұнайды ма? Осы сұрақтарға жауап берген. Next, exercise 3. Read the text again and answer the questions. Мәтінді тағы да оқып шығып сұрақтарға жауап бер дейді балалар. Мен айтқандай өздерің оқып аласыңдар, ал мен қазір жауабын жазып кетемін. Бірінші сұраққа қараймыз. There are 2 buildings. Екінші сұрақтың жауабы he goes to school from Monday to Friday. Үшінші 5 languages. Төртінші he arrives at 8 a.m. Бесінші twice a week. Алтыншы he goes to library. Және төртінші exercise 4. Build the vocabulary. Find words in the text that go with the words in 1-6. 6 сөздің алдына тек мәтіннің ішінен сөздерді қойып шығу керекпіз. Мен қойып кеттім. Бірінші up to date equipment. Екінші lots of sports facilities. Үшінші enjoy the lessons. Төртінші dance halls. Бесінші in after school sports club. Алтыншы bright room жазып аламыз. The last exercise 5. Соңғы тапсырма балалар. Бесінші ask and answer the questions. Яғни өзің туралы сұрақтарға жауап бер дейді. Бұл жерде де 5 сұрақ берілген. Мен қысқаша жазып кеттім. Өзгертіп жазсаңдар да болады балалар. Бірінші I think Бейбіт school is good because they study lots of languages. Екінші I like the building. Үшінші we can go swimming pool. Төртінші at break time I play with my classmates. Бесінші he has many things to do. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмаларды орындап болдық. Сұрақтар болса комментарийға қалдырамыз. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.